айтамыз Құдай қаласа. Машалла. Жеп отырмыз енді. Алла берекесін. Мына сонда аяқ астынан ұрып жібердіңдер ма? Прямой эфир қалай болып кетті? Ертерек неге ескертіп келдіңдер халыққа? Бізге оны бүйту деп керек. отырмын. Кәдімгі ертең прямой эфир деп шығу керек қой. Қаншама халық қалып қойды ғой деймін да, көрмей. Жоқ, бәрі андай бізде андай халық аз да бәрібір де. Bir gün Instagram girip 3 gün girmeytindей адам жоқ та бәрі. Күнде Instagramда отқаннан кейін ол бәрі байқайды да. TikTok'та бар ма бұндай? Екі адам сөйлесетін. Бұндай бар, бірақ ол жер шоу болып кетеді, бір подарка жібере ма, басқа қыла ма. Instagram сәл ресмилеу да. Айтпақшы, алдында айтқан екенсің ғой. Instagramда ондай жоқ па, ақша жіберетін? Ондай жоқ. Мына жерге Каспий болып жазып қою керек екен. Қандай сұрақ келіп жатыр басқа көрермендерден? Сұрақ бірдеңе көрінбейді ғой экранда, ештеңе көрінбейді. Сұрақты ашайын мен онда. Андай сол жерде сұрақ қойсаңыздар, ана жерде просто сұрақ көп болып кетеді да қазір. Үлгермей қаласың. Осы кейбір бауырлар ренжитін екен, менің сұрағыма жауап бермейсіздер деп. Абай, сол ренжитіндерге жауап беріңізші. Мына жерде вопросы деген жерді аштық. Сол жерге сұрақ қойсаңыздар, анау сұрақ бере тұрған белгіге. Сұрақта келіп жатыр. 21-ші дәріс қашан шығады деп жатыр сізге. Жыр болған 21-ші дәріс болды. 21-ші дәріс, Құдай қаласа, 21-ші ғасырда шығады деп жатыр деп қойсай. Шығады, иншалла, шығады. Елге бара алмайдық. Машалла. Ой, алла, неқта тағы сұрақтар келіп жатыр екен. Ат жоқ подкаст қашан шығады деп жатыр. Не болып кетті дейді. Дастаннан сұрау керек. Дастанды 3 адам қосылуға бола ма бұған? 3 адам қосылуға болады, иә? Дастан қақта екен? Білмеймін, қазір. Яқтан істеп көрейін. Бар ма, жоқ па? Қазір кетті. Осы прямой эфирде ат жоқ подкаст 5 істеп жіберейік. Я білмеймін. Машалла. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Орнынан тұрып амандасайын. Машалла. Амансыңдар ма, құрдас? Прямой эфирде ат жоқ подкаст 5 жасаймыз ба деп жатыр, Құдай қаласа. Экран, запись экраны басып жіберейік та. Прямой YouTube қарадың ба? Иә. Импровизациямен. Машалла. Қалай шай ішіп жатқан сияқтысыңдар, құрдас? Иә, біз сол. Кешкі астасыңдар ма? Турецкий шай десе, иә. Нұрсан ғой? Мың жарым адам. Екі жарым. Ассалаумағалейкум. Қайсы? Ассалаумағалейкум. Ореке қалай, аман ба? Ореке амансыз ба? Өздері қалай, амансыздар ба? Аллаға шүкір, ас бол. Бауырым, бар мısın? Аллаға шүкір. Өздері іше бермедіңіздер ма шайды? Аллаға шүкір, Қарекеңмен бірге отырған. Алла берекет берсін. Дальше аша берсең, сол шейсің қазір, ашпай қойын. Расыдан бидасы қойды ма? Не болады? Бізде аманшылық мына Абылай қожа сұрақтар көбейіп кетті, ана сабаққа байланысты дейді да. Машалла, соны айтпақшы, бәрі күтіп жүр ғой? Бар деп алдыңдар да жоқ болып кеттіңдер. Қашан деп осың сабақ? Сабақты анау жігіттер 25-інде жібереміз дейді ғой, запуск. Осы айдың ба? Иә, ертең 25. Болды ғой, әдемі ғой, керемет ғой. Абылайдан сұрап жатыр да, не сабақ өткіздің Абылай ұстаз деп. Абылай 3 бөліктен тұрады деп жатыр, менің сабағым 3 бөліктен. Бірінші пәктену дейді, екінші тіктену дейді, үшінші құлықтану дейді. Бұндай ғой, дәлсінде. Короче, адам қылып жіберем деп тұр ғой. Ой, Абылайға железно ғой. Біраз батыспен оланғандар. Батыспен оланғандарын білем. Адамдар менен сұрайды, Абылайдың қабылдауына қалай жазыламыз? Дейді, қалған ба уже Абылай сонда? Сондай өп кетті. Машалла, не дейді Абылай?
Мартқа дейін болса емес шығар деп жатырмын енді. Августке дейін болса Таппайды енді абылай, мә. ой, сондай кетті уже. Уже андай психологиядан сұрақ қойды, мен психолог емеспін деп ақтала алмай жатырмын ғой. Мен кәдімгі молдамын, мен кәдімгі сондаймын деп. Курс қой енді ол ат жоқ подкаст қашан. Сол бәріне қызық болып тұр, қашан ешкім білмейді, бірақ бәрі айтады. Мен ана нені ашсам, сообщениелерді ашсам, тек сол ғана ғой, ат жоқ қашан. 5 қашан. Екінші маусымды күтіп жатыр ғой. Сол неде жалғаса ма ол? Иә да? Жоқ, ана сол стильде жалғаса ма, әлде басқаша бола ма стилі? Жоқ, басқаша болады ғой. Сен таможняға айтып қойдық, Нұрсұлтан Рысмағамбет келіп паспортын ана жерден тыңқ деп өткізген кезде бірден бізге звондады. Қазақстанға кірді деп. Онда тағы ертерек жіберіңдер. Дайындал. Машалла. Алла береке берсін. Амин. Өздеріңе де енді мына жұмыс Құдай қаласа берекелі жемісті болсын. Абыроймен Алла тағала. Жаңа шықтық қой сол. Обед өзім бәрін қосып ішейік деп отырмыз. Машалла, не дейді. Болды. Сәттілік. Алла разы болсын. Хабардарсыз. Жамағатқа зейін ашылсын. Амин. Алла көп пайда бар. Болды. Абылайдың көрсін алыңдар. Ертең қолға ұстап Машалла. Жақсы құрдас. Болды, жақсы. Жақсы, ассалаумағалейкум, дәке. Алла разы болсын. Біз ана 4-ші аты жоқ подкастта ше, Абылай? Ау. 4-ші аты жоқ подкасты немен аяқталды ол жер? Бұл жерде екінші маусым сүреміз деп түр жаман уәде беріп қойдық қой. Ойбай. Қирататан тақырыптар болады. Иә. Тақырыпқа сілтеме берілген жоқ па мынадай тақырып деген сияқты? 4-ші подкаст біз айтып кеттік қой, тек неке жайлы болады деп. Неке жайлы болды ғой. Қалай жар табам, қалай жақсы жігіт табам. 5-ке сілтеме берілген жоқ па? 5-ке сілтеме берілген жоқ, иә. Біз сілтеме болғанда, алғашқы 1-ші маусым тек жастарға қатысты болды негізі. Жастар, жақсы әдет, жақсы мінез деген. Енді 2-ші маусым сол бір ойымыз жастар болғанда келесі деңгейге өтетін сияқтымыз. Сәл бір күрделілеу тақырыптарды деген орта жасқа ма? Иә, орта жас болғанда ислам танып қалған, сәл бір тәжірибе жинап қалған, кітап оқып қалған адамдарға қатысты ба деген сияқты көреміз онда. Ауырлау тақырып па сонда? Иә, сәл бір деңгейді екінші деңгейге көтеріп, үшінші деңгейге өтсек. Мен оны көтере алмайды шығармын. Жоқ, сол бір-екі кітапты ортаға қойып талқылаймыз ба деген ой болып тұр, сол бір маңызды кітаптарды қоғамдық. Кітаптарын ертерек жіберіңдер, самолеттен түскен кезде жібермеңдер. Жауап бола ма, сол ат жоқ подкастта айтылған бір ғалымдарды сұрақ ретінде қоямыз, жауап берген адамдарға кітап сыйлайтын бір не болатын секілді бір. Кім шынымен де тыңдап шыққан көреміз сол жерде. Иә, бастан аяқ тыңдап шықса біреу жарыс ұйымдастырып жүруге болады да, соның бәріне ше бір. Умра түйіпті онда, Құдай қаласа. Ойбай, қазір. Ауыр көтейіп тұр ғой, умра түйіп. Қайта 10 рет тыңдайын тұр ғой бір подкаст. Машалла. Көреміз оны, иншалла, ақылдаса берейік. Айтпақшы, жазу дегеннен шығады. Сабақтар бар ғой, сатылымға шығады. Мен ойлаймын, бұл кәдімгі блокнот арнап қою керек сияқты ше? Иә. Блокнот арнап, соған жазбаса, тыңдағаннан ештеңе қалмайды. Иә. Шынымен де блокнотқа толық жазып алу керек, ол сабаққа қателеспесем доступ 3 айға беріле ма, сондай ау. Бүкіл конспектін жазып. Иә, ол тұра бермейді да. Адамдар деген оны 2 жылдан кейін тыңдамайтындар бар да. Жүре береді. Дереу тыңдап, конспектісін жазып, 3 айның ішінде қайта тыңдап. Енді ана жерде мысалға, мен өзім, менің сабақтарым ішінде адамдардың аттары, туған жылдары, аналарымыздың да, пайғамбарымыздың. Яғни сағат таңнан духаға дейін не істеді, духадан песім намазына дейін не істеді, песімнен асырға дейін не істеді, сондай да, жазып алмаса оны. Сондықтан құрметті көрермендер, бір шағын блокнот арнап қойсаңыздар, жаңағы 20 сабаққа Құдай қаласа көп нәрсені жазып теріп аласыздар. Иә, сол дұрыс болады, бір блокнот арнап алсаңыздар.
Сол де Абылайжан, басқа тыныш қой. Басқа бәрі тыныш. Сол жаңа тағы бір сұрақтар келіп жатыр екен. Курс қанша теңге? Курсы бағасын 25 мың теңге қойыпты қой. 25 мың теңге қойыпты. Енді бауырлар жақсы баға деп ойлаймын мен. Қатты арзан да емес, қатты қымбат та емес. 250 мың, 300 мыңға да курстар сатылып жатыр негізі. Енді ол айтпаймыз, оның қасында біз құнсыздау деген сияқты емес. Ол жерде мағынасы кәдімгідей пайда алсаңыз жақсы да. Шынымен де. Бұл шынымен де оқимын, дамимын деген адам ақша негізі аямайды сөздің ақша. Сол нәрсе болып тұр ғой. Өзің кітабың қашан шығатын болып жатыр? Алла қаласа, осы айда сол ризық кілттері деген кітап шығады бұйырса. Баспадан ба? Баспадан үлкен болып шығайын деп жатыр. Ішіне қаншама пайғамбарлардың кәсібі бар, оның ішінде ғалымдардың кәсібі бар. Оның ішінде ақшаны қайда құю керек, не істеу керек деген зат пайғамбардың хадистері бар, сондай. Соның бәрін қамтыды ғой. Бұрын қандай ризық кілттерден PDF-тің несі емес, үлкен кітап болайын деп тұр кәдімгідей, Алла қаласа. Алла берекет берсін, тамаша. Айтпақшы, сіздің де жақсы жаңалық бар ғой, айтып жіберсеңізші осы жерде соны. Айтып қойып тағы. Айтып қойып тағы онсыз да 2 уәделерің бар дейді ғой. Пайғамбаржан жастармен сират етті. 3-ші уәде қосылайын деп. Жоқ, ол айтылғанда мынадай нәрсе ғой, иншалла бұл кітаптар барлығы да Алла қаласа шығады. Енді өліп қалмасақ орта жолда кітаптардың барлығы шығады. Қазақ даласына ұсынылады. Қазақ даласындағы бір үлкен бір жәдігер болып қалады иншалла. Мына жерде сабаққа қалай тіркелеміз деген сұрақ болып жатыр екен. Жаңағыдай профильге өтсеңіз, сол профильде сілтеме тұр Телеграмға. Соған өтесіз де, кәдімгідей сол ішіне кірген кезде сабақты сатып алуға сізге реквизит жіберіледі сол жерден, Каспийден бірден. Сол жерден сабақты оп-оңай сатып алсаңыз болады да, сілтемеге өтіп профильдегі. Менің профилімде де тұр, Нұрсұлтан ұстаздың да профилінде сабаққа өтетін сілтеме тұр. Сол жерден сабақты сатып алсаңыздар болады. Ешқандай да проблема жоқ. Біз ойлап жатырмыз, Рамазанның үшін өткенде кітап не істейміз, Абылай? Рамазан үлгере алмаймыз оны. Қалай болады? Үлгере алмаймыз ау деп жатырмын. Біраз еңбек. PDF клубта шығара алмаймыз оны. Сол тым болмаса соған үлгерсек те жақсы болар еді деп ойлап тұрмын да. Өте жақсы болар еді. Біраз пайдалы нәрсе. Кітап қазір Алла қаласа дайын болып жатыр да. Олар пайғамбарымызды осылай көрген деген. Олар дегенге жатып алдық қой қазір. Күшті креативно. Олар пайғамбарымыз осылай сүйген еді ғой. Енді мынау олар пайғамбарымызды осылай көрген деген кітап. Яғни пайғамбарымызды түсінде көрген ғалымдар, пайғамбарымызды қалай түсінде көруге болады. Яғни жасалатын амалдар, қашан көрген дұрыс болады, қайсысы өтірік болады. Ең көп қойылатын сұрақтар ғой. Осы қоғамда сұрақ көбейіп кетті да. Мен көрдім, жарық сәуле болды, ол пайғамбар ма, ол мынадай болды, мен қолына ұстаттым, иіс сездім деген сияқты. Соның барлығына керемет кітап болайын. Жақсы оқиғалармен. Рамазанға дейін шығар деп ойлап отырып қой енді. Керемет, машалла. Жаңалық сол Рамазанда. Машалла, керемет. Сосын ауызбек текпа деп жатыр, құдай қаласа. Машалла, Алла берекесін берсін. Алла, енді мына ереже байындамыз ғой қазір. Аллаға шүкір. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахым Ережеп пен Шағбанға берекет бер, Рамазанға жеткіз дейді ғой. Алла бізді баршамызды Рамазанға аман-есен жеткізсін. Жеріне Алла тыныштық берсін. Жеріне де алапат болып кетті ғой әйтеуір. Қияметтің белгілері болып жатыр ма білмеймін, Құдай біледі. Сол енді өзіңіз бір дұға қылып жіберсеңіз. Телефон зарядкасы өшейін деп жатыр екен. Өш менікі ма? Менікі. Менікі де болыпты, жеті болып жатыр, Құдай қаласа. Сол Алла тағала елге амандық берсін. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Раббана атина фи дуния хасана фил ахирати хасана ва қина азабан-нар. Алла тағала елге амандық, жұртқа тыныштық берсін. Қазақ елінің тәуелсіздігін қиямет күніне дейін Алла мәңгі қылсын. Мына бастап жатқан істерімізге Алла берекет берсін. Алла тағала исламға, елге, дінге өміріміздің соңына дейін қызмет жасауды нәсіп етсін. Ұрпақтарымыздан Құдайға ықыласты, шынайы берілген, Алладан қорқатын
көп шығуын Алла нәсіп етсін. Бізді көріп, Әмин. соңына дейін отырған бауырларымызға Алла тағала екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін. Әмин. Ya мына да Меккеден кетті ya. Машалла. Алла разы болсын, Алла қабыл етсін. Қабыл болу ықтималдылығы көп деп қойды. Машалла. Әмин деп қойыңыздар барыңыз. Ол сабаққа береке берсін Алла тағала. Алла пайдалы етсін баршаңызға. Сіздер Алла қаласа қаншама ішінде қызықты нәрселер бар. Өмірлеріңізде естімеген пайғамбарымыздың өміріндегі қызықты оқиғалар. Саллаллаху алейхи ва саллям. Сол Абеке, онда Алла амандық берсін. Болды онда. Алла разы болсын. Қайта көріскенше. Хабардамыз. Жаңағыдай айтады, ертерек айтып қойсаңызшы, мына істей алмай жатырмын ғой, жаңа аналар деген қирап жатыр бәріміз. Болды. Білеміз ғой Инстаграмды. Болды, иншалла. Ассаламу алейкум. Жалынды сәлем.